Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен торттың сыртын тегіс қаптауды көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен молочный девочка торттын қаптайтын боламыз. Ол менің каналымда рецепті бар. Сол рецептке қарап жазсаңыздар болады. Крема творожный сыр және 33% сливки және сахарный пудра. Крема өте оңай жасалу жолы, және де осы тортымызды жинап болғаннан кейін тоңазытқышқа 1 тәулікке немесе 7-8 сағатқа ұстауымыз керек. Торттың кремі кождарымызға сіңуі тиіс. Қалған креммен жасыл түсті гелевый красительді қолданып, және де сол түспен сыртын қаптайтын боламыз. Креміміз қатты сұйық, қатты қою болмауы керек, орта теңдікте болуы керек тортымыздың сырты әдемі қапталуы үшін. Міне дәл осы видеодағындай теп-тегіс етіп қаптаймыз. Міндетті түрде кондитерский шпательдер керек болады. Біздің оформление детский торт болады. Декорына мен сахарный бумагамен қолдандым. Картинкаларды мастикаға орнатып қолдандым. Сахарный бумагамен жұмыс жасау менің YouTube арнамда бар. Кіріп, сол видеоны көріп жазсаңыздар болады. Видеом сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Әлі де көптеген видеолар шығады. Сол себепті менің YouTube арнама тіркелуді де ұмытпаңыз. Менің видеоларым сіздерге пайдалы болса, комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған Жансұлу.